Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Қашықтықтан оқытушы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарақат алушыны тасымалдау әдістерін меңгеруге байланысты жаттығулар. Шеккендерді тасымалдау үшін басымдықты дұрыс таңдау өте маңызды. Біріншіден, балалар мен зардап шеккендерді тасымалдау өте маңызды орында. Екінші, ессіз және шок күйіндегі жарақаттанушыларды тасымалдау. Үшінші, ішке қан кету, аяқ-қолдары ашық сынықтар, күйіктер, созылу синдромы бар жарақаттанушылар тасымалданатын категория. Төртінші, операциядан кейінгі науқастар, одан кейін жабық сынықтар мен сыртқы қан кетулер, зардап шеккендер тасымалданады. Соңғысы, аздаған қан кетулер мен көгерулер мен дислокация мен зардап шеккендер тасымалданады. Тез қалпына келтіруге қамтамасыз етеді. Жәбірленушілерді тасымалдау әдісі жарақаттың түріне және жәбірленушінің жағдайына байланысты болады. Егер жарақаттанушы комада болса, жиі құсса, жамбас бөлігі күйік шалған жағдайында, жұлынның зақымдаған жағдайында тек ет бетінен жатқызылып тасымалданатын болады. Ал жарақаттанушыны шалқасынан тасымалданатын жағдайға келетін болсақ, онда жарақаттанушы құрсақ қуысындағы жарақаты кезінде көптеген қан жоғалтуы немесе ішке қан кетуіне байланысты, немесе аяқтың сынуы және жарақаты, яғни көгеруіне байланысты болады. Отырып немесе шалқайтып тасымалдау әдісі. Бұндай жағдайда жарақаттанған адамның кеуде қуысына енетін жаралардың әсерінен немесе мойын жарақаттары кезінде және суға батқан адамның тыныс алуының қиындаған кезінде және қолдың сынуы кезінде қолданылатын әдіс. Оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, жәбірленушілерді тасымалдайтын әдіс құралдарды қамтамасыз етуде, таңдауда жарақаттың түрлері, олардың орналасуы, адамдардың жағдайы, аурудың сипаты маңызды рөл атқарады. Дұрыс таңдалған шешімдер зардап шеккендердің өмірін сақтап, олардың азаптарын жеңілдетеді және тез қалпына келтіруге қамтамасыз етеді.